Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір күн дастархан жаяды, 40 шақты адам, бәрі де оңай емес. Сен тұр, мен атайын, Меккенің жаңағы өңшең шонжарлары, құрайыштықтар ғой бәрі. Анша-мұншаға иілмейтін, бәрі де сондай бастықтар ғой. Сөйтіп бірінші күн ештеңе айтпайды. Дастархан жейді, тамағын ішеді, кетеді. Екінші күн тағы шақырады, ештеңе айтпайды. Жейді, ішеді, кетеді. Үшінші күні пайғамбар саллаллаху алейхи не істейді? Бастайды. Сөйтіп әңгімесін айтып отқан кезде бәрі тыңдайды, бірақ Абу Лахаб деген жүзі құрысын. Сол айтады: "Ей Мұхаммед, сол үшін шақырдың ба сен бізді? Мынаны тоқтатыңдар" дейді. Сол жердегі туысқандар ғой, аталас. Мынаны тоқтатпасаңдар, ертең арабтың бәрін артынан ертіп алады дағыны. Сөйтіп неге біз мынау басқарып жатқан неміз, қажылықтың несін басқарады ғой құрайыштықтар. Содан айырылып қаламыз дейді біз. Мал да кетеді, басқа да билік те кетеді. Мынаны ертерек не қылмасаңдар, доғармасаңдар, шаруамыз бітеді біздің дейді ол. Біліп тұр да, ол түбінде арабтар соның артынан еретін, көрдіңіз ба? Арабтардың бәрін ертіп алып, мынау көксегені билік мынаны деген сияқты сондай бір арамзалық ойын білдіреді. Сөйтіп пайғамбарымызға: "Ей Мұхаммед" деп ауыр-ауыр сөздер айтады. "Сенің артында кім бар сені қорғайтын" дейді ол. "Кімің бар сенің? Ешкімің жоқ қой сенің" дейді. Сонда Али кішкентай ғой, сонда 13-14 жасар бала, кішкентай емес енді. Балиғаттың толған жас бала, пайғамбарымыз тәрбиесін көрген. Сонда осындай қанжарын шығарып, керек болса мен тұрам деген да. Пайғамбарымыз тәрбиесінде болды ғой Абу Талибтің баласы. Керек болатын болса аяғына мен тұрып берем деген да артында. Ешкім жоқ демеңдер сендер дейді. Баланың өжеттілігін қараңызшы. Сонда Абу Талиб ақсақал ғой деп қарап отырып, соңынан бәрін тыңдағаннан кейін барып, "Біз бармыз" дейді ол. "Біз тірі тұрған кезде Мұхаммедке ешкімді алдыртпаймыз. Не үшін жүріппіз бұл жақта" деген сияқты. Сөйтіп бәрі тарқап кеткен екен да.